Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің физика кафедрасының аға оқытушысы Жапарова Мейрамгүл Серикановна. Статистикалық физика және физикалық кинетиканың негіздері пәнінен дәріс оқушы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жартылай өткізгіштердің металдардан және диэлектриктерден айырмашылығы. Біз осы тақырыпта өткізгіштер дегеніміз не, жартылай өткізгіштер дегеніміз не, диэлектриктер дегеніміз не, жартылай өткізгіштердің өзгелерден айырмашылығы неде деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Электр өткізгіштік уақыт бойынша өзгермейтін электр өрісі әсерінен заттың тұрақты электр тоғын өткізу қабілеті. Заттың электр өткізгіштігі оларда қозғалғыш электр зарядтары ток тасушылардың болуына байланысты болады. Ток тасушылардың тегіне қарай электр өткізгіштік, электрондық өткізгіштік. Оларға мыс, металдар мен шала өткізгіштер жатады. Иондық өткізгіштік. Оларға мыс, электролиттер жатады. Және аралас электронды иондық өткізгіштерге мыс, плазмада болып ажыратылады. Ал меншікті электр өткізгіштігіне байланысты барлық денелер өткізгіштер, жартылай өткізгіштер және де диэлектриктер болып бөлінеді. Өткізгіштер электр тоғын жақсы өткізетін электр өткізгіштігі жоғары заттар. Металдарда электр зарядын тасымалдаушылар квазиеркін электрондар, электролиттерде оң және теріс иондар, плазмада еркін электрондар және иондар. Металдар мен тоқ өткізетін көміртекті кейде бір текті өткізгіштер электролиттерді екі текті өткізгіштер деп атайды. Заттың өткізгіштігі температураға және де басқа бір қатар факторларға байланысты болғандықтан, оның өткізгіш болуы немесе болмауы шартты нәрсе. Бірінші текті өткізгіш электр тоғының өтуі химиялық процестермен қоса қабат жүрмейтін, ал тоғы электрондардың қозғалысымен шартталған өткізгіш. Екінші текті өткізгіш электр тоғының өтуі химиялық процестермен қоса қабат жүретін, ал тоғы оң және теріс иондардан қозғалысымен шартталған өткізгіш болып табылады. Ал енді жартылай өткізгіштер дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ, жартылай өткізгіштер өзінің электрлік қасиеті жағынан өткізгіштер мен диэлектриктердің, мысалы германий, кремний арасынан орын алатын элементтер. Металдармен салыстырғанда жартылай өткізгіштер электр тоғын аз өткізеді. Ол сәулелену кезінде жарық энергиясының ағымымен өзгере алады. Радио лампалармен салыстырғанда жартылай өткізгіштер құралдардың көлемі мен салмағы аз, электрлік және механикалық беріктігі жоғары болады. Олар ұзақ уақыт қызмет ете алады және электр энергиясын аз пайдаланады. Осындай қолайлы қасиеттеріне орай жартылай өткізгіштерді әскери радиотехникалық аппаратураларда жиі қолданады. Жартылай өткізгіштердің кәдімгі температурадағы электр өткізгіштігі металдардың электр өткізгіштігімен салыстырғанда аз. Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі оның құрамына өте аз шамада қоспалар енгізу жолымен басқарылады. Өте төмен температурада олар диэлектриктерге ұқсайды. Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі температураға және жарық әсерінен қатты өзгереді. Яғни температура артып және жартылай өткізгіштік неғұрлым қатты жарқылдаса, оның электр өткізгіштігі де соғұрлым жоғары болады. Диэлектриктер дегеніміз не? Ди деген сөз жоқ деген мағынаны береді. Ал диэлектрик дегеніміз электр тоғын өткізбейтін деген сөз. Диэлектрик деп оң және теріс зарядталған тең молекулалар немесе емін-еркін қозғала алмайтын иондардан тұратын электр тоғын өткізбейтін заттарды айтады. Оларға эбонит таяқшасы, фарфор сұйықтықтар мен газдар жатады. Мысалы, дистерленген судан тоқ өтпейді, себебі оған тоқ тасушы болмайды. Газдарда да тоқ өтпейді. Егерде оларға сырттан әсер етпесе, сыртқы электр өрісі әсерінен диэлектриктерді зарядтар аз ғана ығысады, не өздерінің орналасу бағытын өзгертеді де меншікті электр өрісіне ие бола алады. Ал сыртқы өрісті алып тастасақ, онда олардың меншікті электр өрісі жоғалады.
Егер сыртқы электр өрісі әсерінде диэлектриктердегі оң және теріс зарядтардың ауырлық центрлері бір-біріне қатысты дәл келсе, онда бұл молекулалар поляризацияланбаған болып, диэлектриктердің меншікті электрлік моментімен тең болады. Мұндай молекулаларға полисіз молекулалар делінеді. Сонда мұндай молекулалар сыртқы өрісте өзінің серпімді диполь ретінде ұстайды. Ал сыртқы өріс әсерінде диэлектриктердегі оң және теріс зарядталған ауырлық центрлері бір-біріне қатысты ығысқан болса, онда мұндай диэлектриктердегі молекула электр диполіне эквивалентті болып, полярлы молекулаларға айналады. Онда бұл молекула сыртқы өрісте өзін қатаң диполь ретінде қатаң ұстайды. Бұл дегеніміз диэлектрик зарядталып электр өрісіне ие болады. Сонда диэлектриктер зарядты болу үшін оның молекулалары себепкер болады екен. Жартылай өткізгіштердің өзгелерден айырмашылығы неде? Өткізгіштер, жартылай өткізгіштер, диэлектриктер. Өткізгіштер электр тоғын өткізеді дедік. Металдар, сұйықтар және де тағы басқалар жатады дедік. Кез келген бағытта электр тоғын өткізеді дедік. Ал өткізгіштер, жартылай өткізгіштер, электр тоғын жартылай немесе шала өткізеді. Кейбір сұйықтар және металдар, газдар және тағы басқа заттар жатады. Тек қана бір бағытта электр тоғын өткізеді. Ал диэлектриктер электр тоғын мүлдем өткізбейді дедік. Бұлар кейбір газдар мен сұйықтар және тағы басқа заттар жатады. Қандай бағытта болса да, бұнда электр тоғын өткізбейді. Қорыта келе, біз электр тоғын қозғалыста болуы, оның қолданыста болуы тек қана өткізгіштерге байланысты екенін біле аламыз. Өткізгіштер санатына алынған металдар мен сұйықтар химиялық қосылысына тәуелді болады. Өткізгіштер, жартылай өткізгіштер және де диэлектриктердің өзара айырмашылығын білдік біз осы сабақта. Қолданылған әдебиеттер тізімі экранда көрсетілгендей. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.